Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 166 сабаққа тоқталамыз. Бекіту сабағы екен. Бірінші мысалда екі өрнек берілген. Осының мәнін тапсақ, біріншісінде Конституцияның неше тараудан тұратынын, екіншісінде неше баптан тұратынын анықтай алады екенбіз. Баған түрінде есептеп шығамыз. Мына жерде 99. Мынаны бөлетін болсақ 972 0 мына жаққа келеді 90. Енді 99-дан 90-ды азайтамыз. Сонда өрнектің мәні 9-ға тең. Келесі. Мына жерден 3 17 18 7 ойдағымен 8, мына жерде 8. Мына жерде 21 2 ойда 6 7 9. Мына жерден шықты. Енді осыдан мынаны азайтамыз. 971-ден азайту керек 883-ті. Сонда 98 қалады. Екінші тапсырмада мына жерде кестеде өрнектер берілген. Осылардың мәнін тапсақ, мына жердегі суретте берілген сағаттардың қай қалада орналасқанын анықтауға болады. Бұл жерде уақыттың үлкен өлшемін кіші өлшемге айналдырамыз. Мысалы, сағатты 60-қа көбейтеміз, сөйтіп минутты шығарамыз. Екі ғасырды 100-ге көбейтеміз, тәулікті 24-ке көбейтеміз, минутты 60-қа көбейтеміз, мінекей жылды 100-ге көбейтіп, кіші өлшемге айналдырып аламыз. Сонда бізде мына жерде 322 минут шығады. Бұл жұмысты әуелі өз бетіңізше шығарып аласыз, одан кейін менің шығарғаныммен салыстырасыз. Мына жерде бізде 952 жыл. Келесі 58 сағат шығады. Мына жерде 100 секунд. Мына жерде 744 тәулік. Мына жерде 675 жылға тең болады. Енді тапсырмада берілген сұраққа жауап бере аламыз. Қай сағат, қай елде орналасқанын анықтай аламыз. Үшінші тапсырмада мына берілген шамаларды көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнектейміз. 3 тәулікті сағат беріне өрнектейміз, сонда ол 72 сағатқа тең. Өйткені бір тәулікте 24 сағат бар, оны 3-ке көбейтеміз, сонда мынау шығады. Енді 12 минутты секундпен өрнектейміз, ол үшін 12-ні 60-қа көбейтеміз, сонда бізде 720 секунд шығады. 4 ғасырды жылмен өрнектеу керек. 400 жыл. Бір ғасырда 100 жыл бар. Оны білеміз. Тәулікті сағатқа айналдырамыз. Сонда бізде 100 сағат шығады. Келесі 6 сағатты минутқа айналдырып болған 20-ны қосқанда 380 минут шығады екен. Мына жерде 2 ғасырда 200, барлығы 250 жылға тең. А бөлігінде сағаттар берілген, ондағы уақытты анықтауымыз керек. Егер күндізгі уақыт болатын болса, мына сағат 11 сағат 15 минут 5 секунд көрсетіп тұр. Ал түнгі уақыт болатын болса, 23 сағат 15 минут 5 секунд. Мына жерде күндізгі уақыт 12 сағат 35 минут 15 секунд. Түнгі уақыт болса 00 сағат 35 минут 15 секунд. Күндізгі 15 сағат 30 минут 55 секунд. Түнгі уақыт болса 3 сағат 30 минут 5 секундты көрсетіп тұр. Төртінші есеп. Жолға кететін уақыттың 3-тен 1 бөлігі 36 сағатты құрайды. Барлық жолға кететін уақытты тап. Осы есеп шығарып болғаннан кейін ә бөлігінде кері есеп құрастырамыз және оны шығарамыз. Бұл жерде бізде бөлшек белгілі болып тұр.
3-тен 1 бөлігі. Бөлік берілгілі, енді бүтінді табуымыз керек. Ол үшін 36-ны 3-ке көбейтеміз. 36 сағатты 3-ке көбейтеміз. Сонда бізде 108 сағат шықты. Бұл барлық жолға кететін уақыт. Енді кересеп құрастырамыз. Кересепте белгісіз белгілі болады, белгілісі белгісіз болады. Барлық жолға кеткен уақыт 108 сағат болса, оның 3-тен 1 неше сағатты құрайды деген есеп құрастырсақ, бұл жерде енді бөлеміз. 108-ді 3-ке бөлеміз. Сонда бізде 36 сағат осы уақыттың 3-тен 1 бөлігі болып шығады. 5-де кесте берілген және әріпті өрнектер берілген. Әріпті өрнектердің мәндері берілген. Енді осыған қарап, өрнектер құрастырамыз да, оның мәнін табамыз. Яғни, әріпті өрнекті санды өрнекке айналдырамыз. Мінеки өрнектер құрастырылып мәні табылды. Әрине, бұл өрнектің мәнін өз бетіңізше орындай аласыз баған түрінде. Сосын, осы шыққан нәтижемен салыстырып көріңіз. 6-шы есеп. Қазақстан Республикасы күніне орай 16 жасқа толған жас азаматтарға Қазақстан Республикасының жеке куәлігін салтанатты түрде табыс ету рәсімі өткізілді. Барлығы 600 сыйлық берілді. Егер олардың әрқайсына сағат және кітап сыйлаған болса, онда неше азамат сыйлық алды? Бұл жерде әрбір азаматқа 1 сағат 1 кітаптан сыйлаған, демек бір адамның өзі 2 сыйлық алып тұр. Осыны ескереміз да, есепті шығарамыз. Өте қарапайым есеп, 600-ді 2-ке бөле саламыз. Сонда 300 азамат сыйлық алды. 7-ші логикалық тапсырма екен. 2 жұмысшы өзеннің арғы бетіне өту керек. Өзенде 2 бала қайықпен жүзіп жүр. Қайыққа 1 жұмысшы немесе 2 бала сияды. Ал жұмысшы мен бала бірге сыймайды. 2 жұмысшы өзеннің арғы бетіне қалай өтіп, балаларға қайығын қайтарады. Мінеки мынау бізде өзен. Өзеннің арғы бетінде 2 жұмысшы бар. 2 бала қайықпен жүзіп жүрген. Сол қайықты пайдаланып 2 жұмысшы ол бергі бетке өту керек. 2 бала бірдей бергі бетке өтеді. Бұл бірінші қадам. 2 бала өтеді. Сөйтеді тағын 1 бала осы жақта қалады. Ал екінші бала қайықты мына жаққа алып келеді. Ол жақта бізде 2 жұмысшы тұрған болатын. Сөйтеді бала ол жақта қалады. 1 жұмысшы бер қарай өтеді. 3-ші қадам. 1 жұмысшы бер қарай өткенде мына жақта 1 жұмысшы мен 1 бала қалады. Ал мына жақта бағана 1 бала барды. Оның қасына 2-ші жұмысшы келді. Енді қайықты мына бетке өткізу керек. Бұл бетке тек 1 бала ғана кетеді. 1 бала мына жаққа өтеді. Ол жақта бағана 1 жұмысшы мен 1 бала болған. Мына жақта жұмысшының өзі қалды. Қасына 1 бала келді, иә? 2 бала да осы жақта болды. Енді 2 бала бірдей өзеннің бергі бетіне қайықты алып өту керек. Мына жақта жұмысшының жалғыз өзі қалды. Мына жақта жұмысшы және 2 бала. Енді баланың біреуі қайықты мына бетке алып өтеді. Бұл бізде нешінші қадам? 6-шы қадам. Сонда мына жақта 1 жұмысшы мен 1 бала қалады. Мына жақта жұмысшы тұрған еді бағана, қасына бала келді. Енді қайықты жұмысшы бер қарай алып өтеді. Бала мына жақта қалды 1 бала, жұмысшы мына жаққа өтті. Сонда мына жақта 2 жұмысшы болды да 1 бала қалды. Мінеки бағана басындағы 2 жұмысшы қайықты өзеннің бергі бетіне өтті. Енді бала өзінің қайығын алып, арғы бетке қайтадан өтіп кетеді. Сонда мына жақта біздің 2 жұмысшымыз қалады, ал баламыз мына жаққа өтті. Сонда 1-ші, 2-ші, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қадамнан кейін барып, 2 жұмысшы өзеннің бергі бетіне өтеді екен. Осымен біз бүгінге берілген барлық тапсырманың бәрін орындап, талдап болдық. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, мені қолдап комментарий жазып, лайк басып кетіңіз және қоңыраушаны да басып қоюды ұмытпаңыз.